тотыға фосфорлану. Мына екі сөзді білмейтін болсаң да ештеңе етпеді, қазір түсініп алатын боласың. Мен Мақсат Фабзал, біз бүгін энергия шығарудың ең соңғы этапын қарастыратын боламыз да точкасын қоямыз. Так, тотыға фосфорлану деген ол бізде процестің аты, жақсы ма? Цикл Крепса деген сияқты, гликолиз деген сияқты. Ал осы тотыға фосфорлану болатын жер ол бізде митохондрияның ішкі мембранасы, немесе басқаша біз оны криста деп айтамыз. Мынау митохондрия болатын болса, оның ішіндегі мынау бізде кристалар, қатпарлар. Осыларда бізде белоктар немесе нәруыздар тізбектеліп тұрады. Сондықтан бұны біз тыныс алу тізбегі деп те айтамыз. Мына жердегі қызыл түстегілер мысалға, мынау бізде тыныс алу тізбегінің нәруыздары. Жақсы ма? Тыныс алу тізбегі. Бұны біз басқаша еще электрон тасымалдаушы тізбек деп те айтамыз. Электрон тасымалдаушы себебі қазір мен мына картинкаға біз оралатын боламыз, дұрыстап обсуждать етуге. Мына жерде бізде электрондар тасымалданады. Мына сары түспен белгіленгендер, бұл бізде электрондар тасымалданып жатырған. Жақсы ма? Осында екі атауы бар. Бұл нәруыздардың. Және де ішкі мембрананың кристаның 70% примерно нәруыздардан тұрады осындай. Жақсы ма? Яғни митохондрия түгелімен бізде энергия шығаруға тағайындалған. Потом электрон тасымалдаушы тізбектерден басқа бізде еще мына жерде АТФ синтазы деген фермент бар. АТФ синтазы. Аты айтып тұр, АТФ-ті синтездейтін фермент. Бұл тоже нәруыз бізде, бірақ мыналардан кішкене бөлектеу тұрады. Жақсы ма? Және де АТФ синтазының АТФ-ті жасайтын жері именно, мына дөңгелек басы, бұл бізде матрикс жағына қарап тұрады. Қара, мынау бізде митохондрияның кристасы болса мембраны, біз білеміз, оның сыртында екінші мембрана бар да. Бізде митохондрия екі мембраналы, мына жерде екінші мембранасы. И мына мембрана аралық кеңістікте бізде протондар секіреді осы жаққа. Қазір айтатын боламыз оның барлығын. И бұлар ішке қарай кіреді, кері матриксқа. Біздің митохондрияның ішіне кіреді. И осы жерде бізде энергия шығарылады. Міне АТП деп тұр, бұл бізде АТФ. Жақсы ма? Так, енді қазір күнделікті өмірге оралайық. Күнделікті өмірге оралатын болсақ, сен қазір үйінде светін жанып тұр, сен қазір мына видеоны қарап жатсың, зарядтап жатсың, ноутбугыңды немесе телефоныңды. Осы немесе машина жүреді, машина айдайтын шығарсың бәлкім. Соның барлығы энергияны қайдан алып жатыр? Біздің денеміз қозғалады, и біз айтамыз, адамдар үшін АТФ керек деп. Ал машиналарда қалай? Немесе свет жағатын, олар қандай энергия? Соның историясына тиіп кететін болсақ, кішкене мынау бізде ең бірінші пайда болған энергия шығаратын система. Бұл бізде бу қозғалтқыштары. Немесе бу машиналар, паровой двигательдерді. Бұлар әлі күнге дейін бар. Қозғалтқыш деп жазып қояйық, бүйтіп. И бұлар не істейді? Мына жерде стрелкамен көрсетіп қойған. Бірінші су болады үлкен. Всегда су тасымалдап жүру керек, бұлар жүру үшін. И ішіне буды енгізеді. Бу нас розовый түспен мына жақтан итереді, мына жақтан итереді. Солайша, доңғалақтарды айдайды. Жақсы ма? Осылайша бұл машиналар жүріледі. Бұрынғы фильмдерді көрген шығарсың, осындай машиналарда всегда пу пароходтар, паровоздар барлығы бу шығарып отырады ғой. Мынау сол. И мына буды қыздыруға да бізге көмір керек ол жерде да, неше түрлі жағатын заттар керек. Потом, бұдан кейін сен мультиктардан болсын, немесе фильмдардан осындай мини гидростанцияларды көрдің. Бұлар не істейді? Мына жерден су кәдімгі речкадан су ағып жатыр көлден. И бұлайынан бетіп бізге бір доңғалақ қойып қояды. Осы доңғалақ айналады. И бұл ары қарай бір тағы бір этаптардан өтіп энергия шығаруға көмектеседі. И қазіргі кезде бұны біз ГЭС деп атаймыз. Гидроэлектростанциясы. Дүние жүзіндегі қазіргі шығып жатырған энергиялардың примерно 20%-ын осылар алып жатыр. И ең үлкендері бұл Қытайда бар, жақсы ма? Сосын Бразилияда бар, жақсы дамыған. Біздің Қазақстанда бір шамасы бар. Бұқтырған деген мысалы Өскеменде гидроэлектростанция бар. И бұлар қалай жұмыс жасайды? Міне суды ұстайды да, суды жер астымен өткізеді бүйтіп. Мына жерден жердің астымен өткізеді. И мына жерде тоже айналдыратын зат бар. Айналады, бұл су өткен сайын. И осылайша мына жаққа генераторға беріп электричество шығарады да, қаланы немесе басқа заттарды снабжать етеді. И байқап отырсаң, әрбір жерде біз бір нәрсені айналдырып жатырық. Бізге бір нәрсені айналдыру керек. Сол айналдыру арқылы біз энергия аламыз. И қазіргі кездегі машинамен қызығатын болсаңдар, там Porsche болсын, басқасы болсын, BMW-лар болсын, барлығында бізде қазір двигатель внутреннего сгорания немесе қазақша ішкі жану қозғалтқышы деп айтады. Енді орысша көп жерде айтылады. И бұл қалай? Бұл кәдімгі бензиндар, дизельдар немесе газдарды соларды жағып, біз осылайша мынаны қозғалтамыз. И опять же мына жерде біз айналдырамыз Porsche-дарды. Мынарды айналдырамыз. И осылайша бізде кәдімгі машинаның бұрр деген звугі бар ғой, сол шығады. Көріп отырсаң, бәрі айналу.
И жаңағы біздің айтқан АТФ синтазы ол тоже бізде айналу. Мына жаққа бізде қазір айтам, бұл қайдан келген? Мына жерде протондар бар міне, да, сапсары түстегі протон. И ол мембрана аралық кеңістіктен бізде митохондриялардың матриксіне өткен кезде міне мынаны бүйтіп айналдырады осы жердегі нәруызды, АТФ синтазыны. И бұны айналдырғаннан кейін мына жерге АДП келеді де бүйтіп бізге АТФ болып шығады. Міне мынау шығып жатырған біздегі АТФ. Жақсы ма? Тап осылай біз АТФ-тарымызды шығарамыз. Вот, түсіну керек зат осы тек қана, и все. Мына жерде сен главный білу керек заттарын, қай жерде протондардың немесе сутектердің концентрациясы көбейеді, и соңғы электронды қабылдайтын акцептор, вот соларды қазір дұрыстап обсуждать етіп кететін боламыз. И бұл процесс бізде қалай орын алып жатыр? Осыған дейінгі кейбір тиген, поэтапны тиген процесстарды өтіп кетейік. Гликолиз ең біріншісі, ол жерде бізде 2 нада шықты, да, жаттап алып. Потом бізде ПЖК-дан, пируваттан біз ацетил-коа жасадық, крепс цикліне кірместен бұрын. Бізде ПЖК-ның 2-і шығады ғой гликолиз процесінде. Сондықтан біз 2 наадаш аламыз деп айтамыз. 4 наадаш болып. Потом бізде крепс циклінде мына 3 стрелкасы, 1, 2, 3-еуі, бұл бізде 3 наадаш береді, и мына 1 стрелка бізде 1 фаадаш береді. Сонда 3 наадаш и 1 фаадаш шықты, да? И бұны тағы 2-ге көбейтеміз, потому что бізде 2 ацетил-коа шығады глюкоздан. Сонда бізде манағы 4 наадашқа мына жерде 3 көбейту 2 6 қосамыз, 10 наадаш и 2 фаадаш шықты түгелімен. Так, соның бәрінен есептейік. Общий, короче, бізде 10 NADH и 2 FADH. Мынау қазір керек болады, мен сендерге бұны не үшін айтып жатырғанымды түсіндіретін боламын. Міне 2 NADH ацетил-коа шыққан кезде, гликолизде 2 NADH, крепс циклінде 2 көбейтілген 3 рет болады, потому что 6 NADH, общий 10 и 2 FADH шықты. Осының барлығы бізде тотыға фосфорлану деген жаңағы біздің айтқан процесс. Яғни электрон тасымалдаушы тізбек немесе тыныс алу тізбектеріне барады. И ол жерге барып не істейді олар? Ол жерге келді міне, мынау бізде NADH, мынау бізде FADH. Мына жерде 4 комплекс бар электрон тасымалдаушы тізбекте. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі. И NADH-тар именно біріншісіне барады да өзінің алып келген сутектерін алып кетті ол глюкозының да басынан бастап. Сол сутектерін береді міне, сутектерді. И бұл бірінші комплекс, ол сутектерді матрикстан мембрана аралық кеңістікке, яғни мынау бізде ішкі кристі мембранасы айтқан, и оның сыртында мына жерде тағы екінші мембрана тұр да, митохондрияның сыртқы мембранасы. Бүйтіп жасап қояйық. И соның екеуінің арасындағы кеңістік, мембрана аралық кеңістікке, короче, мынаны бүйтіп перекачивать етеді протондарды. И солайша біз надаштан келген протондардың бәрін, сутектердің бәрін алып аламыз да, мына жаққа лақтырып тастаймыз. И бұл жақта оның концентрациясы көбейеді, байқап тұрсың да, бізде сутектер көбейіп кетті. Ал фадаш болса, бұл именно екінші комплексқа келеді, екінші нәруызға. И солайша тоже өзінің протондарын мына жаққа лақтыртқызады. Жақсы ма? Лақтыртқызады. И солайша бізде мембрана аралық кеңістікте мына жерде қалай, жаңағы сутектер, короче, көп болып кетті. Сутек емес, сутектің именно электронсыз варианты, именно протондар. Жақсы ма? Потом, жаңа айттық протон деп, именно сутектің электронсыз варианты деп, ал электрон болса, электрон өзі былай жүреді. 1-ден 2-ге көшеді, 2-ден 3-ге көшеді, 3-ден 4-ге көшеді. Вот осылайша электрондар тасымалданады. Как раз таки осы электрондар тасымалданған кезде бізде кішкене энергия шығады. Сол энергия арқылы біз мына протондарды мембрана аралық кеңістіктерге лақтырамыз бүйтіп. Ок, үстіне лақтырып тастаймыз. Потом ең соңында электрон қайда барады? Электрон мына матриксінің ішіндегі біз демаламыз ғой, сол кездегі оттегі, міне оттегі тұрады. Осы оттегімен қосылады мына электрондар. Потом матрикстің ішінде еще бізде мына жерде бос тоже протондар жүреді, кәдімгі протондар. И короче бұл екеуі бірге қосылған кезде бізге су молекуласын береді. Қазір мына жерде түсінбей жатсаң, H+ пен электрондар неге бөліп қойды деп, ол кәдімгі мынау бізде сутек молекуласы. Соны біз просто протон деп бүйтіп, сутек бізде бір протоннан тұрады, правильно? Протон деп бөліп аламыз и плюс электрон деп бөліп аламыз. Просто протон мен электронға бөліп тастадық. Электрон отдельно цепочка арқылы, мына жерде тізбек арқылы өткіздікте, оттегіне қосып жібердік алып келіп, міне, да, оттегі О деген мына жердегі. Ал протондар болса, ол кәдімгі осы митохондрияның ішінде жүрген протондар. Жақсы ма? Бір протон. И протон мен электрон қосылған кезде екеуі қайтып мына сутекті береді бізге, и оған оттегін қосқан кезде бізде H2O кәдімгі су молекуласын аламыз. Қазір ең соңында біз осы глюкозаның ыдырау процесінің формуласын түгелмен жазып шығатын боламыз. Енді қара, мына жерде қандай не болып жатыр? Бұл жерде мына мембрана аралық кеңістікте бізде протондар көбейіп кеткендіктен протондардың концентрациясы көбейеді, яғни химический градиент пайда болады мына жерде да, химиялық градиент ішкі жақта көп, ал екеуінің аралығында көп, ал ішкі жақта бізде аз протондар. И оның үстіне бізде білеміз, протондар ол заряженный, плюс бар, міне плюстары бар.
И еще мына жерде көрдің ба, электрический концентрация пайда болады еще бізде. И екеу бірге химиялық концентрация, и оның ішінде еще зарядтың концентрациясы пайда болды. Бұны біз электрохимиялық потенциал деп айтамыз. Вот осы жерде мына екі бөлек жатырған камералардың, немесе қалай, екі бөлек жатырған аймақтардың арасындағы электрохимиялық концентрацияның айырмашылығы. Мына жақта өте көп, бүйтіп қояйық. Мына жақта өте аз болып кетті. Ок, мына жақ өте көп және де өте плюс, мына жақ өте аз. И мыналар бізде зарядталғаннан болғандықтан, олар бізде мембрана арқылы смело өтіп кете алмайды кері. Оларға бір тесік керек өтетін. Сол тесік как раз таки бізде мына АТФ жасап береді. И осыған дейінгі көрсетілген картинкадағы сияқты мыналар, мына протондар енді осы АТФ арқылы бізде кері матрикстің ішіне прям қатты жылдам скоростьпен кері барады. Міне, так. Тап мына жердегі сияқты міне. Протондар кері ішке барады. И сол кезде біз ол протондар төменге түскен кезде мына АТФ синтазының қалай стержені деп айтайық та, томары, короче, айналады да бізде АДП мен мына жерге қазір. Мына жердегі АДП мен, яғни аденозин дифосфат пен фосфорды қосуға энергия шығарып алады осы айналудан. Жақсы ма? И солайша бізде АТФ шығатын болады. Вот осы АТФ-ті біз енді қолдана алатын боламыз. Так, осыған дейін біз санадық қой надаштар мен фадаштардың қанша шыққанында. Соның қазір есебін шығарып жіберейік. Бізде 10 NaDH шықты и 2 FaDH шықты. Осыған дейінгі сабақтарда мен қайта айттым. NaDH өте маңызды деп. Енді оны қазір есептейтін болсақ, бізде 1 NaDH 3 АТФ шығарып бере алады. Сонда 10 NaDH бізде 30 АТФ шығарып бере алады. 30 АТФ. Одан кейін 1 FaDH бізде 2 АТФ шығарып бере алады. Яғни 2 FaDH бізде 4 АТФ шығарып береді. Жақсы ма? Екеуін қосқан кезде бізде 34 АТФ. Осындай сұрақ келеді, именно тотыға фосфорлану кезінде немесе электрон тасымалдаушы тізбекте қанша АТФ шығады деп, сол кезде сен 34 деп белгілейсің. Міне, мына жерде 34 АТФ тұр. И осыған бізде Крепс цикліне шыққан 2 АТФ-ті қосасын, гликолиза шыққан 2 АТФ-ті қосасын, осылайша бізде общийда 38 АТФ шығады. Вот осылайша мен түсінікті болды деп ойлаймын. Именно 30 АТФ-ті немесе мына жердегі 34 АТФ-ті біз қайдан алдық деген сұраққа. Жақсы ма? Міне, 1 NaDH 3 АТФ, 1 FaDH 2 АТФ. Екеуінің айырмашылығы неге ондай? FaDH неге слабый деп сұрақ қоятын болсаң, потому что біз жаңа айтқан болатынбыз, NaDH именно бірінші комплексқа келіп береді дедік, протондарын, электрондарын, ал FaDH болса екінші комплексқа кішкене кешігіп береді. Сондықтан ол кешігіп қалғандықтан ода кішкене энергия азырақ шығады. Жақсы ма? Так, осымен болды. Барлығы кәдімгі біздің шын өмірде не болып жатыр? Жаңағы ішкі жану қозғалтқыштары болсын, бу қозғалтқыштары болсын, гидростанциялар болсын, барлығы осы АТФ синтаз сияқты жұмыс жасайды. Бір-бірлеріне ұқсайды. Короче, айналу арқылы энергия шығарады. Жақсы ма? Так, енді сұрақтарға жауап берейік. Электрондарды тасымалдайтын ұзын тізбегі дейді. Бұл бізде жаңағы айтқан тыныс алу тізбегі немесе электрон тасымалдаушы тізбек. И ол бізде жаңағы тотыға фосфорлану. Кстати, тотыға фосфорлану дегенде қалай түсінесің сен? Тотыға деген қалай ол? Тотықсыздану дегенді сен жалпы алдағы уақытқа саған совет ретінде айтайын. Ол бізде электроннан айырылу и электронды беру. Электроннан айырылатын болсаң, сен тотығып жатсың. Енді қара, мына жерде біз электроннан NaDH келеді, электроннан айырылып қалады. Бірінші комплексқа, ол бізде екінші комплексқа беріп жібереді электронын. Одан кейін екінші комплекс тоже электроннан айырылып қалады, үшінші комплексқа беріп жібереді, үшінші комплекс төртінші комплексқа беріп жібереді, төртінші комплекс соңында бізде өзінің электрондарын, электрондарын оттегіге беріп жібереді. Сонда біз білеміз, оттегі жалпы электрондарды өте қатты тартады да өзіне. Яғни оттегі, короче, мына жерде тұрды да бүйтіп, мына жерде тұрған NaDH-тан оттегіні через мына тізбектер арқылы өзіне тартып алды. Жақсы ма? И осының барлығымыз тотығу дейміз, көрдің бе? Электроннан айырылып жатыр да әрқайсысы. Мынаны, кстати, басқаша тотығу, тотықсыздану тізбегі деп те айтып жатады кейбір жерлерде, потому что мына жерде әр этап бізде тотығу, тотықсыздану, тотығу, тотықсыздану, тотығу, тотықсыздану. Ок? И вот тотығу деген осы, ал неге фосфорлану деп айтады? Потому что мына жерде бізде АДП, АДФ үстіне фосфор қосып алды да, мынау бізде фосфорлану этапы арқылы бізде АТФ шықты. Сондықтан бұл этапты біз тотыға фосфорлану деп бірге қосып айтамыз. Жақсы ма? Так, кеттік. Даже глюкозаның тыныс алу тізбегі кезеңінде түзілетін АТФ мөлшері. Айтқан болатынбыз, ол бізде 34 АТФ шығады. Төмендегілердің қайсысы митохондрияға жатпайды дейді. Матрикс, ол бізде митохондрияның ең іші, ол жатады бізде. АТФ синтазы жатады. Кристі, ол бізде ішкі мембраны жатады. Митохондрияда ДНК
бар өзінің кольцевой днксы сақиналы, рибосомалар өзінде бар өзінің нәруыздарын шығарып алатын. Строма дегеніміз ол бізде хлоропласттың ішіндегі ортада, сондықтан мына жерде ответ бізде F болады. Так, осымен сабақ бітті. Біз түгелімен глюкозның қалай ыдырайтынын және де одан қалай энергияны біз өзімізге алатынымызды түсіндіріп біттік. Так, сабақ понятно болды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда кездескенше сау бол.